Бірнеше жыл алдын Чиччо атты неміс овчаркасы көшеден бірақ шығады. Одан құтылғысы келген бұрынғы егелері жай ғана оны көшеге лақтыра салған секілді. Көп өтпей үйсіз қалған итті мейірімді әйел Мария Маргарита байқап, оны өз үйіне асырап алайын деп шешеді. Сол сәттен бері Чиччоның өмірі қатты өзгерді. Енді итке тамақ іздеп қоқыс ақтарудың қажеттілігі жоқ. Әйел итке өзінің бар махаббатын көрсетеді. Оның үстіне әйел діни адам болғандықтан әр күн сайын дұға тілеу үшін шіркеуге баратын, ал итте егесін қалдырмай, онымен бірге шіркеуге барып, сонда егесін күтумен отырады. Чиччо бірнеше уақыттан кейін егесінің үйіне оралатынын сенімді болды. Алайда өкінішке орай 2012 жылдың аяғына қарай қарт әйел қайтыс болады. Адал ит өзінің мейірімді егесінің жерлеу рәсіміне қатысады. Енді әр күні қоңыраушаның дауысын естіген ит шіркеуге аттанады екен. Итті жақсы білетін діни қызметкер оны ішке кіргізеді. Ит болса бірнеше уақыт шіркеу ішінде отырып қайта шығып кетеді екен.